Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ашытқысыз дайындалатын, өте жұмсақ әрі тез дайындалатын бауырсақтың рецептімен бөліскелі отырмын. Мен ішіне куркума қосып дайындадым. Куркума адам ағзасына өте пайдалы, оны қосып-қоспау өз еріктеріңізде. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Оған тұзымызды қосып араластырамыз. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатырса лайк басуды ұмытпаңыздар. Қантымызды қосып, оны ерігенше араластырып аламыз. Қантымыз еріген соң жұмыртқаларымызды қосып, оны да араластырып алыңыздар. Достар, тағы да ескерте кетейін, куркуманы қосып-қоспау өз еріктеріңізде. Енді осы массамызға қопсытқышымызды қосып араластырып алыңыздар. Және оған бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Сары майдың 82-де 5% болуы маңызды, достар. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп алып қосатын болсақ, достар, үлпілдек болып, өте әдемі болып шығады. Алдымен қасықтың көмегімен, артынан қолымызбен жұмсақ қылып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, 10 минутқа демалтып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін астына ұнды сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Өзіңізге ыңғайлы формада бауырсақтарымызды келтіріп кесіп аламыз. Қалыңдығы дәл видеодағыдай болуы қажет. Енді оны қызып тұрған майға екі жақ беті қызарғанша қуырып аламыз. Бұл бауырсақтың ерекшелігі ұзақ күтіп, оның көтерілуін, ашытқының ашуын күтіп отырмайсыздар. Және адам ағзасына зияны жоқ, қопсытқыш пен куркумадан дайындалатын бауырсақ. Достар, видеом пайдалы болса, лайк басып, тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Достар, бауырсағымыз дайын болды. Түсі де әдемі, өте сап-сары болып, әдемі болып шығады, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.